Аяқты ыстық суға салу халық арасында ең қарапайым, бірақ өте пайдалы тәсілдердің бірі. Аяқты ыстық суға салудың пайдасы. Бір қан айналымын жақсартады. Ыстық су тамырларды кеңейтіп қан жүрісін күшейтеді. Аяқтағы ауырлық, шаршау басылады. Екі суық тиюді жеңілдетеді. Аяқты ыстық суға салса, дене жылынады, мұрын бітелуі азаяды, тұмаудың алғашқы белгілерінде жақсы көмектеседі. 3. Ұйқыны жақсартады. Жатар алдында аяқты ыстық суға салу жүйкені тыныштандырып, тез ұйықтауға көмектеседі. 4. Аяқтағы ауырлық пен ісікті азайтады. Күндіз көп жүргенде немесе аяғы ісіп ауырғанда ыстық суға салу жеңілдік береді. 5. Терлеуді реттейді. Кей адамдардың аяғы қатты терлейді. Ыстық суға тұз қосып салу бұл мәселені азайтады. 6. Релакс әсері. Ыстық суға хош иісті майлар, лаванда, эвкалипт қосса, дене ғана емес, көңілде тынығады. Бірақ ескеріңіз, қант диабеті, жүрек тамыр ауруы немесе варикозы бар адамдарға ұзақ уақыт ыстық суға салуға болмайды. Су тым қайнаған емес, орташа ыстық болуы керек, шамамен 38-42. Халық арасында аяқты ыстық суға салуды әртүрлі қосымшалар мен ем ретінде қолданған. Міне бірнеше тәсіл. Халықтық әдістер. 1. Тұзбен ыстық суға 2 ас қасығы ас тұзын салып, 15-20 минут ұстау. Сіңгенді басады, аяқтағы терді азайтады, шаршауды кетіреді. 2. Қышамен. 1 ас қасық қыша ұнтағын жылы суға араластырып аяқ салады. Суық тигенде, тұмаудың бастапқы кезінде денені жылтып, иммунитетті көтереді. 3. Шөптермен. Жусан, түймедақ, жалбыз, тас шөп сияқты шөптердің тұнбасын қосып салу. Қабынуды басады, микробты жояды, жағымды иіс береді. 4. Сода қосып. 2 шай қасығы ас содасын ыстық суға қосу. Аяқ терісін жұмсартып, жарықпен қатайған теріні жібітеді. 5. Эфир майларымен. Лаванда, эвкалипт немесе шай ағашы майының 2-3 тамшысын қосу. Жүйкені тыныштандырады, аяқ иісін кетіреді, ұстайтын уақыт. Шамамен 15-20 минут жеткілікті. Одан соң аяқты құрғатып сүртіп, жылы шұлық киіп алу керек. Қазақтарда ертеден аяқ екінші жүрек деген сөз бар. Себебі аяқтан қан тамырлары мен жүйкелер бүкіл денеге тарайды. Сондықтан аяққа жасалған күтім бүкіл денеге әсер етеді. Тұзды суға салсаң, шаршаған табан жібейді, аяқтан шыққан ауырлық бүкіл денеңнен кетіп, жеңілдеп қалғандай боласың. Қышамен салсаң денеңді іштей от жаққандай жылтып тұмауды қуады. Әжелеріміз қышаға аяғын салған адам ертеңіне сергек тұрады деп айтатын. Шөп қосып салсаң хош иісті бұл бүкіл бөлмеге тарап, жай ғана ем емес, нағыз табиғи спа рәсіміне айналады. Эфир майын тамызсаң күнделікті. Уайым мен күйзеліс буға еріп кеткендей болады. Лаванда майы түнде ұйқыны тәтті қылады. Қышамен салсаң денеңді іштей от жаққандай жылтып тұмауды қуады. Әжелеріміз қышаға аяғын салған адам ертеңіне сергек тұрады деп айтатын. Шөп қосып салсаң хош иісті бұл бүкіл бөлмеге тарап, жай ғана ем емес, нағыз табиғи спа рәсіміне айналады. Эфир майын тамызсаң күнделікті. Уайым мен күйзеліс буға еріп кеткендей болады. Лаванда майы түнде ұйқыны тәтті қылады. Бір қызығы, халық емшілері аяқты ыстық суға салуды тек ем үшін емес, жаман энергияны қуып, жанды жеңілдету үшін де қолданған. Су табан арқылы ауырлықты өзіне тартып алады деп сенген.